алейкум, сайғылы телесерджілер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі саатқа бойлы мәлімат. Галстуксыз еді төгерек маса этрafында курорт ерде Қырымда президент Владимир Путин сербест мойте Русия Федерациясы Девлет Журасы президиумының кеніш топлашығыны кечірді. Эпсі субъектлерінің реберлері Девлет башы өгінде майысы мері бедерлі вақтай сабат берділер. Топлашу еді төгерек маса форматында кечті, оларының ербірі айры меселеге бағышланды. Селямлашу сөзінде Владимир Путин сағлық, сақлав, тәсіл инфраструктура саларында или релеф олмасы оғрында тұрышмаға чығырды. Конкрет нәтижелер кяғытта вей сабатларда дегілде реал яшайштаве өз территорияларында олмақ керек, деп қайдатты Девлет елбашчысы. Денішмелеріні вен нәтижелеріні инсанлар ем яшайш севесінде, емде айлық вен фақа севесінде дуймақ кереклер. Тема исполнения указа майского этого года. Ну, собственно говоря, дело не в указе, и дело не даже в нацпроектах, в которые упакована наша совместная работа по достижению известных и необходимых для страны показателей. Дело в результатах этой работы в будущем. Нам нужны конкретные результаты, людям нужны конкретные результаты. Мы с вами говорили о том, что нужно добиться прорыва, именно прорыва по таким важнейшим направлениям, как здравоохранение, образование, инфраструктура. Москва шерінің елбашчысы Сергей Собянин топлашув нәтижелері бойынша қайдатты ки милли мақсадларға ерішмек үшін бұл қада ресурс ве пара әрімасы кібі мемлекетінің бойлы екінші имканы олмайжақ. Екі күн девамында құрышув иштиракчылары вазифелеріні гөзел жанламақ ұғырында чалыштылар. Нәтижеде вазифелер ве мақсадлар белгіленді. Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек инсан ақ құқықлары бойынша ООН тешкілатының Генераль Ассамблеясының топлашывында чықышта бұлынды. О топлашув іштиракчылеріне Қырымдаки ақықы вазиет ақында тариф етті. Хусусан Руслан Бальбек ярмадамызда барышық ве милетлер ара муабетлігі олғаны ақта хабер етті. Бұтын Русия Федерациясында олғаны кібі Қырымда жаған епсі сәкенлер милетіне ведініні бақмадан мұсави ақларнен құланалар. Мебус өз марузасында қайдеткеніне көре, Қырым Русия Федерациясының теркібінде фаль шекілде инкешаф етмекте ве эпісі демократик шартларға ұйғын яшай. О Европалы құқырчалайжы тешкілатларының векілеріні ярым адаға давет етті, ве Қырымда инсан ақ құқықлары толы шекілде құрчаланғаныны өз көзлерінен көрмелеріне чағырды. Мебус Исвичре кеметіне ООН форумында бұлынмаға вештірак етмеге имкан бергенлері үшін тешікірлер білдірді, ве егер эпісі ғарби мемлекетлер Исвичре кібі әрекет етселер, Рус әлемі ве ғарби цивилизация арасында эпосы давалы суалер чезілежегіні қайдетті. Именно создание совещательно-консультативных органов позволило нам обеспечить прямой канал коммуникации всех этносов и всех традиционных конфессий, их представителей с высшим должностным лицом главой Республики Крым. Хатырлатамыз, Украин телеканалының бұрысында эфир вақтында қомшу мемлекетінің темсілжілері егер Қырымдан Девлет Думасының мебусына сөз берілсе, Украина векілері салоны терк етежеклері ақта айланыттылар. Ама бұл сефер Авропада украинлыларының әрекетлеріне ве құрқызуларына бір кімсе диқат етмеді. Девлет Думасының мебусы чықышта бұлынды, Украин векілері есе өз ерлерінде қалдылар. Ноябрьнің 15-інде ООН тешкілетшінің Генераль Ассамблеясының 3-ші комитеті резолюция лейхасыны қабыл еткен адам. Бұл весиқада Қырымда инсан ақ құқықларын бұзылу ақында сөз көрсетіле, Руслан Бальбек бұл резолюцияны тенқыт етті. Ресми Киев давалы миротворец сайтындан редетті. Хакимет бұл интернет-ресурсы чын месулетлі олмағаны ақта айтты. Более Бульдеровна Алманиядаки Украина эльчесі Андрей Мельник сеслендірді. Ол Алмания тышқы ішлер назерлігінің бұл ресурсының қапатма талапларына комментарийлер бергенде хабер етті. Бұл ақтария новости агентлігі Вельт газетасына әсасланып айта. Хатырлатамыз кечкен авта Берлин миротворец сайтына сабық канцлер Герхард Шрёдер көрсетілгеніне қаршы шықты.
Оны Украина суверенитетіні бозмаға тырышулдаве Украинаға қаршылық көстеруде қабатладылар. Мельни қайдеткеніне көре бұл шақси сайт оның үшін бұл ерде сөз сербестлігі меселесі көтерілі. Бұнен берабер дипломатының фукарне көре Шрёдерні Украинаның дұшманлары жедвеліне кірсетілмесі дүния топлылығы Қырымны Русия елі бірлешкеніні мұтлақа таны жағынен бағлыдыр деп қайдатты. Yolsuzluğunun sonu keldi. İsmail Bey Sputnik 1 kasabаларында yollar құруcılığı boyunca tafsilatlı plan tızıldı. Bazar ertesi күнінден başlap, bu yerde yol kaplamasının құруcılığı gayrıdan başlanacak. Bu işlerini yandı dekabr ayının sonunda yakınlenmege planlaştıralar. Kırım tatarlar toplu yaşagan kasabalarda muhbirimiz Сабрие Алимова bulundu. Когда вот закончится вот это дело? Мне дети жалко ходить в школу. Галошем ходят до остановки, потом остальные туфли одевают. Тоже это дети заболеют, это сколько денег уходит. Қыш айна вазиет ола. İnsanlar kaloşlarını kimezden yolga çıkmaylar. Hacı Osman Ibragimov bu kasabada 30 yıldan beri yaşay. Yollar ise hala da yok. Onun tarif etkeniye göre yaşagan sokaklarının adı Aksaray olsa da mında kelip yetmek kıyın. Поселка вот обещали год назад всю дорогу сделать. Ничего не сделано. Везде открыто, дети не могут в школу ходить. Щебенка остался 100 метров. 2 месяца еле высыпали. Абрамитаджи сокагында да асфальт yok. Sakinler yol olmaganına endi alıştık dep şikayet eteler. Тыш қызметчилер бордюрларны койдылар ve işleri toxtadı. İnsanlar ise endi evlerine geçip olamailar. Посмотрите высоту бордюров и посмотрите, как попадать людям домой. Вот покажите вот эту сторону. То есть проблема попасть элементарно домой людям, заехать на машине. Люди залазят домой. Кезлев шehir мемуриеті yol başçısının muavini Elmar Mambetov qayd etkeniне көре yol işleri birden 2 kasabanın 9 sokağında geçirildi. Bundan da gayrı gaz ve su ağlarının rekonstruksiyası yapıla. Yani rahatsızlıklar yakında bitecek. Также мы столкнулись с такими проблемами по РЖП Усино по переустройству водопроводной трубы. Именно по нашей инициативе, понимая, что все-таки там лежат трубы, которым уже 27 лет, и они уже как бы в плохом состоянии, мы и обратились с инициативой на руководство Гупарка Крыма с том, чтобы была проведена замена данной водопроводной трубы. Вот пока все эти мероприятия не были проведены, за счет чего и сроки затянулись в целом, они не могли продолжить работу на данном объекте. Bu işlerinin sımarışçısı Kırım Cumhuriyeti'nin araba yollar hizmeti ola. Кезлев шehir memuriyetinin teşebbüsünen Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Lenur Abdurrahmanov'nın rehberliginde iş görüşüvi geçirildi. Toplaşıvının iştirakçileri 2 mikrorayonda da yollar kuruluvu planını tazdıkladılar. Предусмотрено строительство дорог чуть более 5 километров, Исмаил Бей и Спутник-1. Все ответственные лица, заказчики, генеральные подрядчики, администрация города и ресурсно-снабжающие организации, которые сегодня есть, приняли мы максимально выверенную дорожную карту со сроками, с мероприятиями и с ответственными лицами, которые сегодня лягут в основу и станут предметом контроля до конца этого года. Gelecek haftanın bazar ertesinden bu yerde yollarının kuruluvunen bağlı işler devam ettirilecek. Yılının sonuna olar yekunlemek gerekler. Сабрие Алимова, Рамазан Алибапов, Millet için. Судақта мескен коммуналь хожалығы сасында саватлықны юкселтмек мақсадынен семинар олып кечті. Школа грамотного потребителя Адлылиха бұр мейданда актив гражданларны мескен коммуналь хожалығы тешкілятның реберлеріні ве акимиет векілеріні топлады. Бөлелікнен тешкілятчылар коммунальджилерінің ешіні айдынлатмаға тырышалар. Тафсилатлыжа Султания Ситакаеваның левхасында. Была шиферная крыша, текла, нуждались. Школа грамотного потребителя Адлылиханын векілері энергетик соқағында ерлешкен евнің дамында кечірілген капиталь тамиры ішлерінің кейфиетіні тешкірелер. Мында бір ел әвелсі дамның шиферінің деніштірген эділер о ескергені себебінден су кечірейді. Енді сәкелер сылақ таванлар ве яғмур сулары аққан деварлар аққында ұнуттылар. Мы смотрели огромный дом. Біз балабан бір evni бақып чықтық. О энергетиков 15 адресы бойынша ерлеші. Анда дам деңіштірілді. Бір ел кечті. Шекетлер yok. Любовь Дербенева есе 6 яны лифт или мақтана. Оларны Березова соқағындаки евлерде деніштірділер. Олар бутунли автомат шеклінде чалыша ве хавсыз. Енді сәкенлер топеге онайтлылық ве яқшы кефиле көтерілелер.
Мы очень счастливы, мы долго это ждали. Эв бойынча месулиетли Василий Поддубный куванчыны сақламай Березова соқағында ерлешкен 42-нче эвінің тышқы көрініші бұтынли деніштірілді. Құрыжылар оқ тарафны тамир еттілер, пенжерелеріні ве қапуларны деніштірділер, пандусларны ерлештірділер, ве подъездлеріні тәртіпке кетірділер. Итог вот... Әршейні көреміз. Бинаның оқ тарафы свухны кешірмей. Пенжере блокларны деніштірілді. Бұ пек яқшы. Қыш келді ве біз енді бұны дуямыз. Evlerdeki işlerini Kırım Cumhuriyeti'nde kısa müddette kapital tamir etilivi programması boyunca geçirdiler. Sudakta da Buleyha muvaffakiyetli tarzda çalışa. Gelecek sene da 12 evni tamir etmege planlaştıralar. Вообще ситуация в Судаке мне... Судақта капремонт вазиетні мен бегендім. Лифт қожалығы яқшы чалыша. Бұлар эпосы яқшы. Біз білеміз ки Қырымда 2000-ден зияды лифт деніштірілмек керек. Жемхуриетіміздің башы яқында тариф еткеніне көре бұл меселені федераль акимиетілі чезecek. İnspeksiyadan son herkes şehir memuriyeti binasında toplandılar. Leksiya devamında kapital tamir işleri sisteması hakkında ve mesken kommunal hocalığında olgan keskin suallerini müzakere ettiler. Sultaniye Istakayeva, Ervin Emиралиев, Millet için. Не жаяв, не машинанен кечмек мүмкін. Ескішehir районында ерлешкен евнің сәкенлері қанунсыз объект құрылмасына чуланалар. Енді бір елға яқын олар Ахмеджет мемориетіне мұражат етелер, ве фейерверклер сатқан тюкянны алып ташламаға рижа етелер. İnsanlar bu tükan оларының evlerine кіріш қапатқанына шикайет етелер. Бұл меселіні мұхбиріміз Мухаммед Зекиряев огренда. Бұл сәкенлерінің істегі бір оларының фікірінже бұл ерде қанунсыз тұрған түкәніні алып ташламақ. Енді бір елдан берлі олар Ахмеджет мемориетіне мұражат етелер. Жевап есе әр вақыт бір иншаат қанун бойынша текленген. Магазин стоит под магистральной трубой газовой, и все это может взлететь на воздух и будет похлеще, чем в Керчи. Евгений Деревянка балалықтан берлі Ахмеджетті яшай. Бұл иншаатны текленген сон азбардан машинасынен сақынып чыға. Айта кетюкан айдавжының оғыны тоса. Бір кімсеге машинам тиіп кетсе, жинай месулиетлік тюканның сайбы дегілді, оның бойнына түшейджек деп хасеветлене. Пожарные не могут въехать, потому как арка построена для того, чтобы были аварийные въезды. Грузовые машины могли подъехать, вывести мусор из-со двора. Я ж не буду на бачки их строительный мусор выносить. Мне нужно машину нанимать, загонять. Я ее не могу. Соседние дворы то же самое. Там ворота перекрыли. Елена Романова исечок еллар девамында қыздырылмаған евде яшайында азбарға көмір алып кірмекнің чаресі yok. Аттайгер ев құрмаға істесе құружылық мальземелеріні бұ ерге кетіріп оламазлар. Построили этот магазин, перекрыли мой вход, мои ворота. То есть я не могу нормально там, допустим, не завести ни уголь, потому что у меня еще печное отопление, там ни уголь, ни дрова, потому что мне их и выгрузить некуда. Я не могу на проезжую часть все это выгружать. Мы всегда пользовались вот этой вот площадкой для вот таких вот всяких технических нужд. Салют ве фейерверклер сатхан тюканда иншаат қанун бойынша тұрғанны таздықладылар. Эпосы весіғалар доғыры оданы кираға алғанлар сәкенлерінің чорланғанларына тәжипленділер. Мы, поскольку знаем, что вообще это помещение уже довольно давно тут находится, в принципе, арендовали как удобное для нас и по всем вопросам. Сәкенлер сабыр етіп бәклеме кереклер яқын вақытта оларының шикаетіне бір кімселер сезленежігіне тек үміт етмек қала. Шымділік есе бір кімсеге янғынжылар машинасы яда ажилеті би ярдым арабасы керек олмасыны тілейміз. Мухаммед Зекиряев и Магомед Нестуров, Millet için. Қырымда нефбетеки браконьер тұтылды. Бұақта Жумхури сыныржылық идаресінің матбуат қызметі хабаратта. Еді қойу районының кетен қойу янында ерлі сакен қолға тұшты. О пеленгаз балықларына авлайды. Браконьерден 21 балықчы алынды. Оларының едісіні сыныржылар денізге еберділер. Қанун бұзжыға қаршы мемори протокол тізілді. Полис хадимлері Ахмеджетнің 2 сакинанден 3 миллион рублейлік 3 тонна этил спиртыны чекіп алдылар. Бұақта Қырым Жумхуриеті бойынша Чалышқан ечкі ішлер нәзірлігінің матбуат қызметінде хабараттылар. Идаренің мәліматына көре, Ахмеджетнің 2 сакины Русияның деге регионларындаки иждешлерінің бірлікте Қырымға пек чоқ спирт кіртсеттілер. Оны сатмаға планлаштырайдылар. Жинайчылер бұл малыны сақты ветхалар или алып кірмек үшін оны юк машиналарында сақлайдылар. Жинай іш açılды, яқыланғанлар 5 елға же апске алынмалары мүмкін.
Лучший по профессии Яни Зенат бойынша ең яқшы. Қырым Мундислік педагогика университетінде более серлевалы региональ конкурс кечті. 6 юнелеш векілері конкурста яршайжақлар бүгін ең гүзел олмақ үшін челленгерлер ве емек қорывы бойынша мундислер көрештілер. Тәфсілатлар невбетті келіп қамызда. Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии открытия конкурса профессионального мастерства. Бүгін бұл insanlarga диққат, шереф ве урмет көстерілі челленгерлер ве емек қорывы бойынша мундислер ең яқшы мутехасыз унваны орында көрешелер. Олар өз ішінің усталары ве бүгін яқшы мукафатларненде тақдынленecekler. Это одна из форм популяризации. Мы говорим не только рабочих профессий, все-таки инженерных специальностей. Специалист, который займет первое место, получит 25 тысяч рублей призовых, второе место 20 тысяч, третье 15 тысяч. Зенаты бойынша ең яқшы серлевалы конкурсенде екенче кересі өткерілі. Бұл сенетет бір учба самақтаны бар етеді. Челленгерлер, тікінжілер, емек қорывы бойынша мундислер, химик истисалының операторлары, технологлар конкурста чеші зенатларының 20-ге яқын векалі іштирак еттілер. Наталья Кириленко емек қорывы бойынша мундис. Конкурста о 30 елдан зеді çalışkan заводыны тақдым әте. Наталья бұл ерде әдей турнаджидан мундислікке қадар осып етті. Начинала я с токаря, потом техник-технолог была, потом инженер по охране труда. Вот такой вот у меня путь. Работа нравится, коллектив очень хороший, очень хороший. Доставляют удовольствие, помогают, рассказывают, особенно рабочие. Павел Салтанюк ise 5-ші разряд челленгері. Ұбытын омераны бұзенатқа бағышлады. Разряд қазанмаға құлайды гіл әді дей. Севамлі зенат ise енді омеранын бір қысымы олып қалды. Просто интересно было разбирать, собирать по ремонту и оборудование, и сборки. Видишь результат свой, очень приятно. Бүгін курста тәжірибелі ұсталардан ғайры яш челленгерлер дейштірак еті. Мисал оларақ Александр, о 23 яшында, ама оның енді 4-ші разряды бар. Бұл зенатны тесадюфін сечтім, ама адашмадым, дей. Бөлі білгілер ата күнделік яшайышта да керек ола. О яқында оқуыны бітірді, ве бірденгемі құрған заводқа çalışмаға барды. Попал на обучение на эту специальность. Поработал и понял, что хорошая специальность, очень нужная, и она даже в быту очень часто дает о себе знать. Конкурсны невбитеке басамақлары декабрьнің 6-сындан 9-ына қадар кечежек. Тақдырлену мерасимы ise декабрьнің 15-не планлаштырыла. Нариман Тарсинова, Ариф Муртазаев, Ве Магомед Нестуров, Милет үшін. 24-ші санлы Ахмеждет мектебінің футбол тақымына спортив урбаларны идееттілер. Бұл оқу юртыны народная дипломатия лихасы бойынша Алманиядан келген векілер зиярет атты. Олар оқу жерянына яны лихаларны көрсетмеге ве сықы алақалар тізмеге істейлер. Мұсафырлер спорт яшларны бірлештіргенінде ве инкишафта ярдым еткенінде еминлер. Мы будем посещать школы, мы будем... Біз мектеплерні зиярет етежеміз. Алмания ве Қырым генчлерні бірлештірежеміз, таныштырajaqмыз. Бүгінгі зияретіміздің де esas мақсады бұдыр. Біз баларнен ве ожаларнен тақымынен çalışамыз. Бізде екі тарафлама бақыт тізілген. Мектепте алман тілі теренден огренілі. Бұл себептен о Алманиядан келген мұсафірлер үшін бек мерақлы. Ярын саат 4-те Қырым Татар Девлет академик театрынде белі балетмейстер Аким Джемилевнің қатырасына бағышланған ақшам олып кечежек. Аким Джемилев Украинадан нам қазанған санат эрбабы, Украина театраль эрбаплары бірлігінің азасы. Бұл инсан Қырым Татар халық медениетінің инкишафына бұйықесе қошқан артист. О дүния халықлары ойынларының ижрачысы ве ең яқшы степ ойыншысы деп сайыла. Улы ватан женкінің бұрынжы күнлерінден Аким Джемилев Қызыл Орду сыраларында арби әрекетлерде іштирак еткен. 1946 сенесі арби орденлер ве медалернен тақдирленген еді. Баш команданлықтан 25 тешекернаме елді еткен еді, спецпереселенец оларақ есе янге елге йолланылған еді. 1988 сенесі Аким Джемилев ана ватанымызға қайты, Қырым Татар драма театрының тешкілі түлівінде іштирак етіп, баш балетмейстер вазифесіні еда етті. Ижади фаалиет девамында өз бөлгілеріні юзлер жеталебелеріне ашлады. Бүгінгі күнде оларының чоқысы yüksek devlet unvanlarının sahibi olalар.
Күреш бойынша чемпионатның финалы январьның 12-сінде Локомотив стадионында саат 10-да кечірілежек. Бұл ақта бүгін спортив тетбірінің тешкелечілері хабер еттілер. Ярышчылар Қырымның ең көчлі спортшысы Унвананави чемпионлық құшағына көрешежеклер. Тетбір Ахмез Жетшері Пушкина соқағы 46-й ев адресы бойынша кечірілежек. Бұл сене қожаман тетбірде спортшыларының рекорд сайысы іштирак етежек. Мерақлы тұтушыларны көрмек істегені есе, енді yüzlerce инсан білдірді. Хатırlatамыз, ғаліплеріні 4 араба ве пара мүкефатлары беклей. Бұл сене тетбір олимпик чемпионы Рустем Казаковның адыны ташы ве Қырым Жұмқұриетінің елбашчысы Сергей Аксеновның қол тұтывы еле кечірілі. Тешебюз Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбекке айет. Малюматы үшін телефон номерасы экранларыңызда. Шымдылық бұл мәліматларының эпосыды сат 21.30-та секележе қаберлер программасына қачырманас. Бұзылы олыңыз.